Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Осы каналға тіркеліп және де жаңадан келіп жатқан оқырмандарға, бұрыннан тіркелген оқырмандарға алғысым шексіз. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, тыныштық, береке және берекелі табыс, Алланың разылығы болатын сондай жақсы көркем қарым-қатынас тілеймін. Бүгінгі тақырып Мәуліт күнін қалай өткіземіз, осы жайында толық айтатын боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басыңыз. Асыл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Рабиғул ауали айында дүниеге келген. Мәуліт мерекесінде жерлердегі мешіттерде Құран оқылып, көптеген уағыздар айтылып, салауаттар оқылады. Мәулітті тойлату турасында атақты ғұламалар көптеген пікірлер қалдырған. Менің пікірімше, адамдардың Мәуліттің құрметіне жиналып Құран оқуы, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям дүниеге келуі турасында әңгіме етуі, ысырапкершіліктен сақтанып ас ұсынуы, Алла елшісіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям деген құрмет ретінде жасалған игі әрі сауапты іс және қуаныш деген. Әбу Шама бұл мейрамға анықтама беріп, біздің дәуіріміздегі жақсы амалдың бірі Мәуліттің садақа берумен, уағыз айтумен және өзара жайдары болумен өткізу. Осының бәрі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям сүйіспеншілік пен құрметтің әрі Алла тағалаға болған шүкіршіліктің белгісі деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Мәуліт түнінде сахабаларға тағам ұсынып, бала кезінде болған оқиғаларды айтатын. Хазіреті Әбу Бәкір халифа болып тұрған кезде сахабаларды жинап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям туылған кездегі ғажайып оқиғалар туралы айтатын. Бұл түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям туылған кезде байқалған құбылыстарды, мұғжизаларды айту, тыңдау, үйрену өте сауапты амалға жатады. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям мадақтайтын түрлі Мәуліт қағидалары бар. Мәуліт оқу пайғамбардың дүниеге келуін, миғражы мен өмірі туралы айту, оны еске түсіру, оны мадақтау дегенді білдіреді. Мәуліт түні қадір түнінен кейінгі ең құнды түн. Осы түнде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям туылғанына қуанғандар кешіріледі. Хадис шарифтерде былай делінеді: бір нәрсені жақсы көрген адам әрине оны көп есіне алады. Пайғамбарларды еске түсіру ғибадат болып саналады. Бұл түні сазды аспаптар және басқа да харам нәрселерді араластырмай, еркек әйел араласпай, Аллах ризалығы үшін Мәуліт жиындарын ұйымдастыру, Мәуліт оқу, салауат айту, халыққа дәмді тағамдар ұсыну, жақсылықтар жасау мұстахаб болады. Бұл күні Құран кәрім оқу, қаза намаздарды оқу, садақа беру, дұға оқу және Алла тағаладан күнәларымыздың кешірілуін тілеу керек. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям аса мақтау, Алла тағаланың сүйікті пайғамбарына берген үстемдіктерін атау және одан шапағат сұрау үлкен ғибадат. Бұған қарсы шығу барып тұрған опасыздық және қырсықтық болып табылады. Ислам ғалымдары айтады: Мәуліт түнінде жиналып, Мәуліт қағидасын оқу, дәмді тағамдар ұсыну, жақсылықтар жасау мұстахаб болады. Салихтарға киім секілді сыйлықтар беру бұл түнге құрмет көрсету болып саналады. Осыларды Аллах разылығы үшін жасау өте сауапты болады. Мәуліт түнінде салихтарды жинап, салауат оқу, кедейлерге ас беру әрқашан үлкен сауап. Бірақ бұларға сазды аспап секілді харам араластыру үлкен күнә болады. Мәуліт жиындарында садақа, сыйлық беру, қуанышты көрсету, харам араластырмай Мәуліт қағидаларын оқыту өте сауапты болады. Харам араластырмай Мәуліт жиынын жасау мұстахаб болады. Саудаласпай, тек Алла разылығы үшін хатым немесе Мәуліт оқыған хафызға оқытқан адамның берген сыйлығын алу жайыз, яғни рұқсат болады. Құран оқып сыйлық алуды кәсіпке айналдырмау керек, өйткені әдетке айналған сыйлық шарт болған төлем ақы секілді болады. Ақшаға оқылған Құранның бөліге сауабы тимейді. Барша мұсылманның сүйіктісі болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям салауат айтып, өзгелерге жақсылық жасаудың сауабы теңдессіз. Құран оқып, Алла елшісінің өмірі мен өнегесі жайлы кітап оқудың да мұсылманға берері өте мол. Мәуліт мерекесі кіргенде ғибадаттарымызды арттырып, Алланың разылығына бөленуге мүмкіндік зор. Алла тағала елімізге, жерімізге берекетін жаудырып, халқымыздың кең пейілі мен ізгі ниетіне сай бірлік берсін. Екі дүниеде жүзімізді жарқын, дұғамызды қабыл еткей.